Сәлем достар, біз сіздермен бүгін баноф-ипай пирогын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқаның 2 сарысы, салқын сары май, ұн, шекер және де тұз керек болады. Бөлек бір ыдысымызға ұнымызды жақсылап салып, үстінен тұз және де салқын сары майымызды салып, теркадан үгітіп аламыз, яғни теркадан өткіземіз. Бізде крошка шығу керек. Осындай крошка пайда болады. Сонан соң үстіне шекерімізді салып, жақсылап араластырып, және де 2 жұмыртқаның сары уызын салып, жұмсақ қамыр шығаратын боламыз. 22 диаметрлік формамызға жұмсақ шыққан қамырымызды жан-жағына орналастырып шығамыз. Мендегі форманың диаметрі 22. Енді крем дайындаймыз. Сливкеміздің үстіне шекер салып, қоюланғанша жақсылап миксерлейміз. Креміміз осындай стойкий, яғни қоп қою болып шығады. Кондитерлік мешокқа салып алдым, қазір бетіне ыңғайлы болу үшін. Және де дайын қамырымыздың үстіне вареный сгущенканы жақсылап салып орналастырып шығамыз. Одан кейін бананды домалақтап кесіп, менде 2 банан кетті. Жақсылап орналастырамыз. Содан кейін барып үстіне кремімізді, үйіңізде қандай насадка бар, сол насадканы кигізіп, осындай кондитерлік мешокқа салып алып, кремін орналастырып шықсаңыз болады. Бұл пирог өте дәмді шығады. Әсіресе менің жолдасыма өте қатты ұнайды. Жолдастарыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Және де менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да керемет рецептермен сіздермен бөлісемін. Әдемілік үшін үстіне какао шамалы себеледім. Сіздер де сепсеңіздер болады. Менің YouTube каналыма жазылуды, лайк, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Жасап жатсаңыз, менің Instagram парақшамды белгілеп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын баршаңызға.